Аномаль ісі хауа тұрышы соқланғанлықтан құяшның нұрларына қошып тезірек суға шумасы келе. Шоңада қой біреулер өз сәлеметлігін һәм иминлігін күрканыш астына қойып тілесе қоя құйынырға бара. Құйынырға yoramay деген ilme тоқта қойылса да, оңа иқтибар етіп тұрмайларды. 125-ші яңғын чәсі жетекшісі Илхам Курамшин. Мұға қадар Шермешен Қындырша елғаларында хажиға келіп шыққан болса, кеше Тарындарын аулы янындағы карьерда бір еш кіші суға батып өлді. Алексеевскіден келген водолаз құтқарушылар білдіргенше, соның төбе бик ләмле, ясалма шықырлар көп болғандықтан құйынырға бик қорқаныш. Глубина 5 метров, дно илісті. Төбе 5 метрлап бар, ләкин ләмле. Ясалма шықырлар бик көп, һәм аларда ләм бик нык үскен. Алар билге хәтле урала, бик ауыр йөрергә. Мин береде құйынырға тәкъдим итмәс идем. 4 сағатта 26 минутта система ГЛОНАСС бойынша 112 біздің единый дежурный диспетчерская служба алды сообщение. Шушы используется штемитран карьер суында ертеңге үрттемна су құйынғанда бір кіші езіп барғанда су астына кете. Бұл сообщение біз обработып, полиция работникаларына сообщайдық, алар келіп, сразу оперативно рыбакларына көріп, уточняйттер, қойсы орында батқанын, һәм шулай біз водолазларына, Пет Алексеевскіден шақырдық шушы бригадына. Алар келіп, поисковый ішлерін алып барып, соның водайымның ортасынан шушы өлген ипташын гәүдәсін татып шығардылар. Илхам Курамшин білдіргенше, су бик болған шық пішірақ солықның тере яғандағы жеріні сүріп, һәм құйынырға ярамағанлығын білдіріп ilme тоқта қойылса да, мұңа әлләні иқтибар етмейлер. Ял етушілерінің шақтай болуы турында елға бойындағы ушақтан қалған көмірлер, һәм жерде онап ятқан буш пластик шишәләр селе. Бірненде параметр бойынша да су құйынырға соответствует етмей, су пішірақ, застойный, машиналар юған орында даже қарарға можете аппак налет із қала составынан, суының составынан категорически мұнда су құйынырға ярамай. Анштатлар қойып, мұна уже халық кермәсін, келмәсін поблизости деп, уже юлларында, экскаватор білен уже юлларында виш қазып, юлларын виш қопларға тырышабыз, но алар машинаны ярақта қалдырып, суға кірелер. Үрнек ауылы көпірі янындағы Шермешен елғасы бойында да бала шаға мәш келіп су құйына. Алар фикірінше гел бұл орында құйынғаш қорқыныш төгел. Қызу күнәріні түзі болмай, кәдіне бір так бір кайдып шығамыз. Ауыл жерлегі территориясында Шермешен елғасы оға өмір бойына халық шунда бұл қызу күнәріні су құйынып үскен, бүгін күнде де яшілер, балалар, барса да үлкенлер су құйыналар. Но белгіленген мақсус орынлар yok. Шулай да инде халық өзі көнген орынға келе, қиына. Біз инде қиынырға ярамағанлыққа табличкаларда қоябыз. Аны яратып бітірмелер инде алып ташлылар. Әр дайым аңлатып тұрабыз, балаларға жеткізіп тұрабыз бұл хабарны, что қиынырға ярамай екенін. Алайда яшілер келелер, қиыналар. Но инде балалар көбірек үлкенлер қол астында қиынайын. Су құйыну сезоны башланғанға көп түгел, Әнұрат районы бойынша суға батып өлушілер саны 8-ге жетті. Бұл жайда республика бойынша суға батып өлу ұшырақлары шақты көп. Мақсус білгеленмеген, су түбі үйренілмеген сулықтарда құйынуның ақыры айырыша аяныш.